Ақ халат киген адамды көргенде, біз оның өмірімізді сақтайтынына сенеміз. Өйткені дәрігердің міндеті адамды емдеу. Бірақ тарихта бәрі керісінше болған кезеңде болды. Кейбір адамдар дәрігерлерге сеніп барды. Кейбірі түрмеде отырды. Ал кейбірі тіпті тәжірибеге қатысып жатқанын да білмеді. Олар ғылымды дамыту үшін емес, адам төзгісіз зерттеулердің бір бөлігіне айналды. Бүгін сіз адамзат тарихындағы ең даулы, ең құпия және ең қорқынышты ғылыми эксперименттерді көресіз. Бұл видеода айтылатын барлық оқиғалар тарихи деректерге негізделген. Мақсатымыз өткеннен сабақ алып, мұндай жағдайлардың ешқашан қайталанбауының маңызын түсіндіру. Мені қолдап арнаға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бастайық. 1932 жыл. ақш. Ауруханаға келген жүздеген адам дәрігерлердің өздерін құтқаратынына сенді. Бірақ олар бір нәрсені білмеді. Олар емделуге емес, тәжірибеге айналған еді. Дәрігерлер олардың қауіпті ауруға шалдыққанын білді. Емде бар еді, бірақ ешкімге дәрі берілмеді. Олар ондаған жыл бойы ақырындап көз жұмып жатты. Ал дәрігерлер тек бақылап жазып отырды. 1932 жылы ақштың Алабама штатында қоғамдық денсаулық сақтау қызметі бастаған Таскиги тәжірибесіне шамамен 600 афроамерикалық ер адам тартылды. Оның 399-ында мерез, яғни сифилис болған. Ал қалғандары салыстыру үшін бақылау тобына енгізілді. Оларға зерттеудің шынайы мақсаты айтылмады. Оның орнына дәрігерлер кегін ем аласыңдар деп сендірді. 1947 жылы пенициллин мерезді емдейтін тиімді дәрі ретінде кеңінен қолданыла бастады. Бірақ зерттеуді жүргізгендер бұл адамдарға сол дәріні әдейі бермеді. Олар аурудың емделмеген жағдайда қалай өрбейтінін бақылауды жалғастырды. Жылдар өте көптеген қатысушылар ауыр асқынуларға ұшырады. Кейбірі қайтыс болды. Ауру жұбайларына жұғып, кейбір балалар туа біткен мерезбен дүниеге келді. Ал зерттеуге қатысушылар өздеріне не болып жатқанын ұзақ уақыт бойы білмеді. Бұл құпия 40 жылға жуық жалғасты. Тек 1972 жылы журналистер бұл оқиғаны жариялағаннан кейін ғаметі зерттеудің этикаға қайшы болғанын мойындап, аман қалған қатысушылар мен олардың отбасыларына шамамен $10 миллион көлемінде өтемақы төлеуге келісті. Тәжірибеден аман қалған адамдар мен олардың отбасы мүшелеріне өмір бойы медициналық көмек көрсету бағдарламасы енгізілді. 1997 жылы ақш президенті Билл Клинтон Ақ үйде аман қалған қатысушылардан ресми түрде кешірім сұрады. Таскиги тәжірибесі бүгінге дейін медицина тарихындағы ең даулы және адам құқықтарын өрескел бұзған зерттеулердің бірі ретінде аталады. 1936 жыл. Жапония. Жапон императорлық армиясы Қытайдың басып алынған аумағында құпия зерттеу орталығын құрды. Сырт көзге бұл қарапайым әскери зертхана сияқты көрінді. Бірақ оның қабырғасының ар жағында адамзат тарихындағы ең құпия, әрі ең қатыгез әскери бағдарламалардың бірі жүріп жатты. Оның атауы Юнит 731. Бұл бөлімді Жапон әскери дәрігері Широ Ишии басқарды. Ресми түрде олар аурулардың алдын алу және су тазарту орталығы деп таныстырылды. Алайда шын мәнінде олардың мақсаты биологиялық қару жасау болатын. Тұтқындар арнайы қамау орындарында ұсталды. Тарихи деректерге сәйкес, кейбіріне оба, тырысқақ, сүзек және басқа да жұқпалы аурулар жұқтырылып, аурудың адам ағзасына қалай әсер ететіні бақыланды. Мақсат бұл ауруларды соғыс кезінде қару ретінде қолданудың жолдарын зерттеу еді. Көптеген тұтқындар бұл тәжірибелерден аман қалмады. Зертхана қабырғасымен ғана шектелмеді. Кейбір тарихи зерттеулер бойынша Қытайдың кейбір аймақтарында оба жұқтырылған бүргелер мен басқа да жұқпалы материалдар таратылып, биологиялық қарудың әсері далалық жағдайда сыналған. Соның салдарынан көптеген бейбіт тұрғын індетке шалдыққан деп есептеледі. 1945 жылы Жапония жеңіліске ұшырай бастағанда Юнит 731-дегі көптеген құжаттар жойылып, ғимараттардың бір бөлігі қиратылды. Ал бұл бағдарламаны басқарғандардың бірқатары кейін толық сотталмады. Кейбіріне олардың зерттеу материалдары үшін жауапкершіліктен босату берілгені туралы тарихи деректер бар. Бүгінде Юнит 731 адамзат тарихындағы ең қаралы әскери зерттеу бағдарламаларының бірі ретінде есте қалды. Мыңдаған адамның өмірі осы құпия бағдарламаның құрбаны болды. 1940 жылдар. Екінші дүниежүзілік соғыс.
Нацистік Германия жүздеген мың адамды концлагерлерге қамады. Бірақ олардың кейбірі ауыр еңбекке емес, дәрігерлердің тәжірибесіне айналды. Нацистік билік концлагер тұтқындарын адамның келісімінсіз жүргізілетін медициналық зерттеулерге пайдаланды. Нацистік дәрігерлердің мақсаты солтүстік теңізге құлаған ұшқыштарды қалай аман алып қалуға болатынын зерттеу еді. Бірақ олар бұл білімді еріктілер арқылы емес, концлагер тұтқындары арқылы алуға шешім қабылдады. Дахау концлагерінде адамдарды ұзақ уақыт бойы мұздай суда ұстап, дене температурасы қауіпті деңгейге түскенше бақылаған. Кейін әртүрлі жылыту тәсілдерін сынап көрген. Көптеген тұтқын бұл тәжірибелерден кейін тірі қалмады. Дахауда тағы бір тәжірибе жүргізілді. Тұтқындарды арнайы қысым камераларына орналастырып, өте үлкен биіктіктегі жағдай жасалды. Мақсат ұшқыштардың ағзасы қандай өзгеріске ұшырайтынын анықтау болатын. Көптеген адамдар ауыр жарақат алды, ал кейбірі бұл камерадан енді ешқашан шықпады. Соғыс кезінде теңізде қалған адамның қанша уақыт өмір сүре алатынын білу үшін, тұтқындарға ұзақ уақыт бойы тек теңіз суын ішуге мәжбүрледі. Бұл ағзаның қатты сусыздануына және ішкі органдардың істен шығуына әкелді. Дәрігерлер адамдарды құтқаруға емес, олардың ағзасындағы өзге істерді жазып отыруға көбірек көңіл бөлді. Бухенвальд пен Нацвейлер лагерлерінде тұтқындарға түрлі жұқпалы аурулардың әсері зерттелді. Тұтқындарға түрлі аурулардың микробтарын әдейі жұқтырып, кейін жаңа дәрілер мен вакциналардың тиімділігі тексерілді. Равенспрюк лагерінде соғыс жарақаттарын емдеу тәсілдерін зерттеу үшін әйел тұтқындарға келісімінсіз ауыр медициналық тәжірибелер жүргізілді. Тарихи деректерге сәйкес, кейбір тұтқындарға әдейі жарақат салынып, жарақаттың қалай асқынатыны бақыланды. Ашық жараларға ағаш, әйнек сияқты бөтен заттар енгізіліп, кейін жаңа препараттардың әсері бақыланды. Көптеген әйел ауыр зардап шекті, ал кейбірі бұл тәжірибелерден кейін өміріне қайта орала алмады. Аушвиц лагерінде бір ғана есімнің өзі адамдарды үрейге салатын. Йозеф Менгеле. Тарих оны өлім періштесі деп атады. Ол егіз балаларға, ергежейлілерге және туа біткен ерекшелігі бар адамдарға ерекше қызығушылық танытты. Тұқым қуалаушылықты зерттеу мақсатында этикаға мүлдем қайшы медициналық тәжірибелер жүргізді. Кейбір тарихи деректерде ол егіздердің ағзаларын салыстырып зерттегені, тіпті кейбір дене мүшелерін хирургиялық жолмен біріктіруге әрекет жасаған айтылады. Және адамның көзінің түсін өзгерту үшін экспериментте жасалғаны да айтылады. Көптеген балалар бұл зерттеулерден кейін аман қалмады. Ал аман қалғандарының өзі өмір бойы физикалық және психологиялық зардаппен өмір сүрді. Сол себепті Йозеф Менгеле бүгінге дейін адамзат тарихындағы ең қатыгез дәрігерлердің бірі ретінде аталады. Тарихшылардың айтуынша, бұл тәжірибелердің ғылыми пайдасы өте аз болған. Бірақ мыңдаған адамның өмірі қайғылы аяқталды. Олар ғылым үшін емес, нацистік идеология үшін құрбан болды. 1945 жылы Германия жеңілгеннен кейін көптеген нацистік дәрігерлер тұтқындалды. 1946-1947 жылдары өткен дәрігерлер сотында олардың бір бөлігі адамзатқа қарсы қылмыс жасағаны үшін сотталды. Кейбірі өлім жазасына кесілді, басқалары ұзақ мерзімге түрмеге қамалды. Осы соттан кейін әлемде алғаш рет Нюрнберг кодексі қабылданды. Бұл құжат адамның ерікті келісімінсіз ешқандай медициналық тәжірибе жасауға болмайтынын бекітті. Бүгінде нацистік дәрігерлердің тәжірибелері медицина тарихындағы ең қатыгез әрі адам құқықтарын өрескел бұзған оқиғалардың бірі ретінде есте қалды. 1953 жыл. ақш. Қырғи қабақ соғыс қозып тұрған кезең. Корея соғысынан кейін кейбір америкалық әскери тұтқындардың жау елдің пайдасына мәлімдеме жасауы ақш барлауын алаңдатты. ақш билігі Кеңес одағы мен Қытай адамның ойын өзгертуге арналған құпия әдістерді зерттеп жатыр деп қауіптенді. Сол себепті ЦРУ директоры Ален Даллес бұрын соңды болмаған құпия жобаны іске қосты. Оның атауы MK Ultra. Жобаны химик Сидней Готлиб басқарды. ЦРУ адамның ойлауына, шешім қабылдауына және мінез құлқына ықпал етуі мүмкін бе деген сұраққа жауап іздей бастады. MK Ultra аясында 150-ден астам құпия зерттеу жүргізілді. Бұл жұмыстар әскери базаларда ғана емес, университеттерде, ауруханаларда, түрмелерде,
тіпті психиатриялық клиникаларда да өтті. Тарихи құжаттарға сәйкес, кейбір адамдар өздерінің зерттеуге қатысып жатқанын мүлде білмеген. Зерттеулер барысында әртүрлі психологиялық және медициналық әдістер сыналды. Кейбір қатысушыларға олардың келісімінсіз ЛСД сияқты психоактивті заттардың әсері зерттелді. Кейбір тәжірибелерде адамдар ұзақ уақыт бойы сыртқы дыбыспен жарықтан оқшауланып, мұндай жағдайдың адам психикасына әсері бақыланды. Тағы бір бағытта гипноз, электрошок терапиясы және ұзақ ұйқының есте сақтау қабілеті мен мінез-құлыққа ықпалы зерттелді. Канадалық психиатр Дональд Камерон жүргізген кейбір тәжірибелерде адамдарға ұзақ уақыт бойы бірдей дыбыстық хабарламалар қайталанып берілгені тарихи құжаттарда жазылған. МК-Ultra адам санасын толық басқару мақсатына жете алған жоқ. Бірақ кейінгі тергеулер көптеген адамдардың денсаулығына және өміріне ауыр салдар тигенін көрсетті. Кейбір қатысушылар ұзақ уақыт психологиялық қиындықтарға тап болды. Ең жұмбақ оқиғалардың бірі 1953 жылы ЦРУ қызметкері Фрэнк Олсонға оның келісімінсіз ЛСД берілген. Бірнеше күннен кейін оның психикалық жағдайы күрт нашарлады. Көп ұзамай ол Нью-Йорктегі қонақ үйдің терезесінен құлап қаза тапты. Бұл оқиға бүгінге дейін МК-Ultra бағдарламасына қатысты ең даулы мәселелердің бірі болып саналады. 1973 жылы ЦРУ МК-Ultra бағдарламасына қатысты көптеген құжаттарды жоюға бұйрық берді. Соған қарамастан, құжаттардың бір бөлігі сақталып қалды. 1975-1977 жылдары ақш конгресінің тергеуі кезінде бағдарламаның бар екені ресми түрде белгілі болды. Бүгінде МК-Ultra адамзат тарихындағы ең құпия әрі ең даулы барлау бағдарламаларының бірі ретінде аталады. Бұл оқиға ғылым мен ұлттық қауіпсіздік арасындағы шекара бұзылған кезде қандай салдар болуы мүмкін екенін еске салады. 1971 жыл. ақш адамды қатыгез ететін оның мінезі ме, әлде оған берілген билік пе? Осы сұраққа жауап іздеу үшін психология тарихындағы ең әйгілі әрі ең даулы эксперименттердің бірі басталды. Оның атауы Стэнфорд түрме эксперименті. Экспериментті Стэнфорд университетінің профессоры Филипп Зимбардо ұйымдастырды. Зерттеуге дені сау, психологиялық тұрғыдан тұрақты 24 ерікті студент қатысты. Олар кездейсоқ екі топқа бөлінді. Бірі түрме күзетшілері, екіншісі тұтқындар. Стэнфорд университетінің жертөлесі бірнеше күннің ішінде шынайы түрмеге айналдырылды. Эксперимент басталмай тұрып, тұтқындарды полиция қызметкерлері сияқты ұстап, үйлерінен кісендеп алып келді. Оларға бірдей киім, аяқтарына шынжыр тағылып, есімдерінің орнына номерлер берілді. Ал күзетшілерге арнайы форма, резеңке таяқ және көзін жасыратын қара көзілдірік берілді. Физикалық күш қолдануға тыйым салынған еді. Бірақ бәрі мүлдем басқаша өрбіді. Екінші күн-ақ тұтқындар қарсылық көрсете бастады. Ал күзетшілер барған сайын қатал әрекет ете түсті. Олар тұтқындарды түнде ұйықтатпай, моральдық тұрғыдан қорлады. Дәретханаларды жалаң қолмен тазалатып, психологиялық азаптаулар қолданды. Тарихи деректер бойынша кейбір тұтқындар өзін студент емес, шынайы түрмеде отырған адамдай сезіне бастаған. Бірнеше күн өткен соң, кейбір қатысушыларда қатты күйзеліс, үрей және эмоционалдық бұзылыстар байқалды. Кейбір студенттерді эксперименттен мерзімнен бұрын шығаруға тура келді. Ең таңғаларлығы, профессор Филипп Зимбардоның өзі де зерттеуші рөлінен алыстап, өзін түрме бастығы сияқты ұстай бастаған. Эксперимент 2 аптаға жоспарланған болатын. Бірақ бар болғаны 6 күннен кейін тоқтатылды. Зимбардоның әріптесі Кристина Маслах түрмедегі жағдайды көріп, бұл зерттеуді дереу тоқтатуды талап етті. Сол сәтте ғана зерттеушілер жағдайдың бақылаудан шығып кеткенін түсінді. Эксперимент аяқталғаннан кейін Зимбардо Люцифер эффектісі атты теориясын ұсынды. Оның пікірінше, кейде адамды өзгертетін оның мінезі емес, қолына тиген билік және өзі түскен орта болуы мүмкін. Егер адам бақылаусыз билікке ие болса, тіпті жақсы адам да күтпеген әрекеттерге баруы ықтимал. Алайда, жылдар өте, бұл экспериментке қатысты көптеген сұрақтар пайда болды. Кейбір зерттеушілер оның ғылыми дәлдігіне күмән келтірді. Тарихи деректерге сәйкес, кейбір күзетшілерге өздерін қалай ұстау керектігі туралы нұсқаулар берілген болуы мүмкін.
Ал кейбір қатысушылар кейін өздерінің эмоцияларының бір бөлігін әсірелегенін айтқан. Бұл оқиға бізге бір нәрсені еске салады. Кейде ең қауіпті қару адамның өз қолындағы билік болуы мүмкін. 1920 жыл. ақш. Адамның бойындағы қорқынышты жасанды түрде қалыптастыруға бола ма? Осы сұраққа жауап іздеу үшін психология тарихындағы ең даулы тәжірибелердің бірі басталды. Ол кейін кішкентай Альберт тәжірибесі деген атпен белгілі болды. Экспериментті америкалық психолог Джон Уотсон және оның әріптесі Розали Рейнер жүргізді. Зерттеуге шамамен 9-11 айлық сәби қатысты. Тарихта ол тек кішкентай Альберт деген атпен қалды. Бастапқыда сәби ақ егеу құйрықты көргенде ешқандай қорқыныш білдірмеген. Керісінше, онымен еркін ойнаған. Бірақ көп ұзамай ғалымдар басқа әдіс қолданды. Әр жолы сәби егеу құйрыққа қол созғанда, оның артында өте қатты металл дыбысын шығарған. Сәби селк етіп, жылай бастайтын. Бұл әрекет бірнеше рет қайталанды. Бірнеше қайталаудан кейін ең қызығы болды. Қатты дыбыс шықпаса да, сәби ақ егеу құйрықты көрген бойда қорқып жылай бастады. Кейін дәл осындай реакцияны ақ қоянға, итке, тіпті ақ түсті тон мен аяз ата сақалы сияқты жұмсақ ақ заттарға да көрсете бастады. Ғалымдар мұны қорқыныштың басқа ұқсас заттарға да таралуы деп түсіндірді. Ең өкініштісі, Уотсон бұл қорқынышты қайта жоюды, десенсибилизация жасауды жоспарлаған еді. Бірақ Альберттің анасы баланы ауруханадан алып кетіп эксперимент тоқтап қалды. Баланың бойында бұл фобия өмір бойына қалды ма жоқ па, ол жағы белгісіз болып қалды. Оның нақты кім болғаны жөнінде тарихшылар арасында әлі күнге дейін ортақ пікір жоқ. Бұл тәжірибе кейін қатты сынға ұшырады. Себебі оған қатысқан сәби өзі келісім бере алмайтын жаста еді. Ал бүгінгі биоэтикалық талаптар бойынша мұндай экспериментті жүргізуге мүлде рұқсат етілмейді. Соған қарамастан, кішкентай Альберт тәжірибесі психология тарихындағы ең әйгілі әрі ең даулы зерттеулердің бірі болып қалды. Бұл оқиға ғалымдарға бір нәрсені дәлелдеді. Қорқыныш кейде туа біткен емес, ол өмір барысында да қалыптасуы мүмкін. Бірақ ғылым ешқашан адам құқығы мен адамгершіліктен жоғары тұрмауы керек. 1961 жыл. ақш. Егер сізге беделді адам тоқтамаңыз, жалғастырыңыз десе, сіз басқа адамға зиян тигізуге барар ма едіңіз? Осы сұраққа жауап іздеу үшін психология тарихындағы ең үрейлі эксперименттердің бірі басталды. Ол Милгреннің бағыну тәжірибесі деп аталды. Экспериментті Йель университетінің психологы Стэнли Милгрем жүргізді. Экспериментке қатысқан адамдарға олар есте сақтау қабілетін зерттеуге қатысып жатырмыз деп айтылды. Бірақ бұл шындық емес еді. Нағыз мақсат адамдардың билікке қаншалықты бағынатынын анықтау болатын. Қатысушыларға басқа бөлмеде отырған адамға қате жауап берген сайын электр тоғының күшін біртіндеп арттырып отыру тапсырылды. Шын мәнінде ешкімге электр тоғы берілген жоқ. Екінші бөлмедегі адам актер болатын. Бірақ экспериментке қатысушылар мұны білмеді. Алғашында бәрі оңай көрінді. Бірақ әрбір қате жауаптан кейін тоқтың кернеуі жоғарылай берді. Актер айқайлай бастады. Кейін қабырғаны ұрып, жіберуді тоқтатуды өтінді. Бір сәттен кейін мүлде үнсіз қалды. Көптеген қатысушылар тоқтағысы келді. Бірақ ақ халатты зерттеуші бір ғана сөйлем айтатын. Эксперимент жалғасуы керек. Немесе жалғастыруымызды сұраймын. Таңғаларлығы, көптеген адам осы сөзден кейін тапсырманы жалғастырған. Эксперимент нәтижесінде қатысушылардың шамамен 65% ең жоғарғы деңгейге дейін барған. Олар қарсы жақтағы адамның жағдайы ауырлап жатыр деп ойласа да, зерттеушінің нұсқауын орындауды жалғастырған. Бұл нәтиже бүкіл әлемді таңғалдырды. Ғалымдар мынандай сұрақ қойды. Қарапайым адам өз еркімен қатыгездік жасай ма? Әлде беделді адамның бұйрығы оны соған итермелей ме? Кейін бұл экспериментте үлкен сынға ұшырады. Көптеген қатысушылар тәжірибеден кейін қатты күйзеліс пен кінә сезімін бастан кешірген. Сол себепті бүгін мұндай экспериментті дәл осы түрде өткізуге этикалық талаптар бойынша рұқсат берілмейді. Бірақ Милгреннің тәжірибесі адамзатқа өте маңызды сабақ қалдырды. Кейде
Қауіпті нәрсе адамның қатыгездігі емес, оның еш ойланбастан бұйрыққа бағынуы болуы мүмкін. 1939 жыл. ақш. Егер балаға «сен дұрыс сөйлей алмайсың» деп қайта-қайта айтса, ол шынымен тытығып кетуі мүмкін бе? Осы сұраққа жауап іздеу үшін психология тарихындағы ең даулы тәжірибелердің бірі басталды. Ол кейін Monster Study деген атпен белгілі болды. Экспериментті Айова университетінің психологы Уэндел Джонсон және оның аспиранты Мэри Тюдор жүргізді. Зерттеуді ұйымдастырған профессор Уэндел Джонсонның өзі де кішкентайынан қатты кекештенетін. Ол сол кездегі кекештену туа біткен органикалық ауытқу деген теориямен келіспеді. Зерттеуге балалар үйінде тәрбиеленіп жатқан 22 бала қатысты. Балалар екі топқа бөлінді. Бір топқа үнемі мақтау айтылды, ал екінші топқа керісінше. Сөйлеген сайын қателіктері көрсетіліп, сен дұрыс сөйлей алмайсың, тұтығасың, тіліңді жөндемейінше аузыңды ашпа, масқара боласың деген сияқты жағымсыз пікірлер айтылып отырды. Бірнеше апта өткеннен кейін кейбір балалар сөйлеуге қорқа бастады. Олар сөздерін тоқтатып, дауыстарын бәсеңдетіп, қателесіп қалмауға тырысты. Кейбірінде өзіне деген сенім күрт төмендеді. Бұған дейін тілі сап-сау болған 6 баланың бойында жойқын эмоционалдық және сөйлеу өзгерістері басталды. Бұл тәжірибе балалардың сөйлеуін ғана емес, олардың психологиялық жағдайына да әсер етті. Кейбір қатысушылар ұзақ уақыт бойы өздерін еркін жеткізуден қорқып қалғаны туралы кейінірек мәлім болды. Эксперимент аяқталғаннан кейін ғалымдар бұл зерттеуді қатты сынға алды. Себебі оған қатысқан балалар өздерінің не үшін таңдалғанын да білмеген. Ал олардың психологиялық әл-ауқатына келуі мүмкін зиян жеткілікті ескерілмеген. Дәл осы себепті бұл тәжірибе кейін Monster Study, құбыжық тәжірибесі деген атқа ие болды. Тіпті Мэри Тюдордың өзі кейін жетімдер үйіне қайта барып, ол балаларға көмектесіп, емдеп алуға тырысқан. Бірақ енгізілген психикалық травма өмірлік болып қалды. Репутациясы мен беделінен қорыққан Айова университеті бұл зерттеуді құпия архивке жауып, ондаған жылдар бойы жарияламады. 2001 жылы 62 жылдан кейін The San Jose Mercury News газеті зерттеу жүргізіп, бұл құпия эксперименттің бетін ашты. 2003 жылы Айова университеті құбыжық тәжірибесі үшін ресми түрде кешірім сұрап, бұл оқиғаны университет тарихындағы өкінішті қаралы бет деп мойындады. 2007 жылы эксперименттен аман қалған 6 жетім бала, сол кезде қартайған қариялар мен олардың мұрагерлері Айова штатына қарсы сотта жеңіске жетіп, штаты оларға $1,2 миллион өтемақы төледі. Monster Study адамзатқа бір маңызды сабақ берді. Сөздің күші кейде көзге көрінбейтін жара қалдыруы мүмкін. Бүгінде мұндай тәжірибені балаларға жүргізуге биоэтикалық талаптар бойынша мүлде рұқсат етілмейді. 1954 жыл. Кеңес одағы. Әлем ядролық соғыс қаупімен өмір сүріп жатқан кез. Кеңес әскері бұрын соңды болмаған құпия жаттығуды бастады. Оның атауы Снежок операциясы. Тарихи деректерге сәйкес, жаттығудың мақсаты ядролық жарылыстан кейін әскердің ұрыс жүргізу қабілетін бағалау болды. Әуеден ядролық бомба жарылғаннан кейін мыңдаған әскери қызметкер оқу жаттығуға қатысты. Кейін бұл операцияға қатысқан көптеген адамдар денсаулық мәселелері туралы айтқан. Алайда олардың барлық аурулары дәл осы жаттығумен тікелей байланысты екенін әр жағдай бойынша дәлелдеу әрдайым мүмкін бола бермеді. 1949 жылдан 1989 жылға дейін Семей ядролық полигонында жүздеген ядролық сынақ өткізілді. Сол кезеңде полигон маңындағы көптеген тұрғын радиацияның әсеріне ұшырады. Кейін бұл аймақта денсаулыққа қатысты ұзақ мерзімді зерттеулер жүргізілді. Радиацияның адам ағзасына әсері туралы көптеген ғылыми мәлімет дәл осы өңірде жиналды. Бүгінде Семей полигоны ядролық сынақтардың адам өміріне тигізген салдарын еске салатын ең маңызды орындардың бірі болып саналады. 1951 жыл. ақш. Түрме. Көпшілік үшін жаза өтейтін орын. Бірақ Филадельфиядағы Холмсбург түрмесінде оның қабырғасының ар жағында тағы бір құпия өмір сүрді. Онда ондаған жыл бойы мыңдағаннан тұтқын түрлі ғылыми зерттеулерге тартылды. Бұл оқиға кейін ақш тарихындағы ең даулы медициналық бағдарламалардың бірі ретінде белгілі болды. Эксперименттерді Пенсильвания университетінің дерматологы доктор Альберт Клигман басқарды. Ол кейін әлемге танымал Ретин A препаратын жасауға үлес қосқан ғалым ретінде белгілі болды. Бірақ Холмсбург түрмесіндегі қызметі оның өміріндегі ең көп сыналған кезеңдердің біріне айналды. Тарихи деректер бойынша Клигман түрмеге алғаш келгенде бұл жерді зерттеу үшін өте қолайлы орын деп сипаттаған.
1951 жылдан 1974 жылға дейін. Түрмеде әртүрлі ғылыми зерттеулер жүргізілді. Кейбірін фармацевтикалық компаниялар, кейбірін мемлекеттік мекемелер қаржыландырды. Зерттеулердің мақсаты жаңа дәрілердің, косметикалық өнімдердің және химиялық заттардың адам терісіне әсерін бағалау болды. Тарихи құжаттарға сәйкес, кейбір тәжірибелерде тұтқындардың терісіне жаңа химиялық заттар жағылып, олардың әсері бақыланды. Кейінгі жылдары кейбір зерттеулерде диоксин сияқты улы химиялық қосылыстардың әсері де қарастырылғаны белгілі болды. Бұған қоса, кейбір бағдарламаларда жаңа дәрілер мен басқа да заттардың қауіпсіздігі бағаланған. Құжат жүзінде қатысушылар зерттеуге ерікті түрде келіскен деп көрсетілді. Алайда кейін көптеген сарапшылар бұл келісімнің шын мәнінде қаншалықты ерікті болғанына күмән келтірді. Тұтқындардың көбі аз ғана ақша табу немесе түрме жағдайын жеңілдету үшін қатысуға мәжбүр болғанын айтқан. Сонымен қатар, олардың кейбіріне зерттеудің ықтимал ұзақ мерзімді қауіптері толық түсіндірілмеген туралы мәліметтер жарияланды. Жылдар өткен соң, бұрынғы қатысушылардың бір бөлігі денсаулығында ұзақ мерзімді мәселелер пайда болғанын айтып, сотқа жүгінді. Дегенмен, әр адамның денсаулығындағы өзгерісті нақты бір тәжірибемен тікелей байланыстыру барлық жағдайда мүмкін бола бермеді. Соған қарамастан, бұл зерттеулер биоэтика саласында үлкен сынға ұшырады. 1970 жылдары ақш-та медициналық зерттеулерге қатысты бірнеше даулы бағдарлама әшкереленгеннен кейін, Холмсбург түрмесіндегі тәжірибелер де тоқтатылды. 1998 жылы журналист Ален Хорнблум Acres of Skin атты кітабын жариялап, бұл оқиғаны кеңінен таныстырды. Кітап қоғам назарын қайтадан осы мәселеге аударды. Доктор Альберт Клигман өз әрекеттеріне қатысты айтылған сындарды өмірінің соңына дейін толық мойындаған жоқ. Алайда кейінгі жылдары жағдай өзгерді. 2021 жылы Пенсильвания университеті оның есімін кейбір құрметті атаулардан алып тастап, Холмсбург түрмесіндегі зерттеулердің этикалық талаптарға сай болмағанын ресми түрде мәлімдеді. 2022 жылы Филадельфия қаласының әкімшілігі бұрынғы қатысушылар мен олардың отбасыларынан ресми түрде кешірім сұрады. Бұл оқиғалардың бәрі әртүрлі елдерде, әртүрлі уақытта болды. Бірақ олардың бәрін біріктіретін бір нәрсе бар. Адамның келісімі ескерілмеген кезде, ғылым адамзатқа қауіп төндіруі мүмкін. Дәл осы қайғылы оқиғалардан кейін әлемде биоэтика ережелері күшейтілді. Бүгінде адамның ерікті келісімінсіз медициналық комиссия психологиялық тәжірибе жүргізуге қатаң тыйым салынған. Тарихты білу өткенді қайталау үшін емес, оны ешқашан қайталамау үшін керек. Егер видео сізге қызықты болса, арнаға жазылып, пікірге ең қатты таңғалдырған тәжірибені жазыңыз. Келесі видеода тағы да адам сенгісіз, бірақ шынайы тарихи оқиғаларды бірге талдаймыз.